Қайырлы күн достар, Іскер Азамат YouTube каналына қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өз YouTube каналымда 1.380.000 теңгелік қайтарымсыз гранттың аймақтар бойынша және Қазақстан бойынша қанша грант бөлінгендігін көрсететін боламын. Видеоны бастамас бұрын қоңырауша батырмасын басып қойыңыз, жақсы видеоларды ең алғашқылардың бірі болып көретін боласыздар. Бұған дейін мен сіздерге жалпыға бірдей декларацияны қалай соткамен тапсыруға болатындығын көрсеткен болатын. Сондай-ақ компьютермен қалай тапсыру қажет және ода жіберілген қателіктерді қалай дұрыстау керек екендігін көрсеткен болатынмын. Жалпы менің YouTube каналымда қатынастарға байланысты жақсы видеолар бар. Каналға кіріп қарап көрсеңіздер болады. Іскерлік ортада мүше болуларыңызға болады. Ал енді біз бүгінгі видеомызды бастаймыз. Ол үшін мынау жерде Google-дың іздеу батырмасына бастау бизнес 2023 деп жазамыз. Осы жерде бірінші сілтеме тұр. Осы сілтеменің үстінен басамыз. Сізде осындай бет ашылады. Мен өз видеоларымды қазақша контенттерге арнаймын, яғни қазақ тілді көрермендерге арнаймын. Сондықтан да қазақ тілін біз пайдаланамыз. Осы жерде бизнес бастау оқыту не береді, оның қатысушыларының негізгі шарттары қандай болу керек екендігі мен сізге қысқаша мәлімет бере кетейін. Оқуға қатысушыларының міндеттері жұмыспен қамтудың мынандай санаттарынан біріне жату керек. Тіркелген жұмыссыздар, яғни жұмыссыз ретінде тіркелгендер. Жұмыспен қамту орталықтары бар, әр аудандар бойынша, қалалар бойынша сол жерге барып жұмыссыз болып тіркелуіңіз қажет, яғни статусыңыз жұмыссыз санатында жату қажет. Қысқартылған қызметкерлер, бірыңғай жиынтық төлеушілер, ісін жаңадан бастаған және жұмыс істеп жүрген кәсіпкерлер, яғни бұл жерде ИП 3 жылдан аспау қажет. 3 жылға дейінгі ИПлар. Егер сізде 4 жыл, 5 жыл ИП болатын болса, онда сіз осы грантқа қатыса алмайсыз. Отбасылық кәсіпорында ақы төленбейтін қызметкерлер, табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен жандар, яғни 70.000 теңге қазір Қазақстанда 2023 жылы. Ол 70.000 теңгеден төмен табыс алатындар осы грантқа қатыса алады. Табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен өндірістік корпоратив мүшелері алады. Енді мен сіздерге Қазақстан бойынша бөлінген гранттарды көрсетемін. Ол үшін міне жоғарыдағы гранттар деген батырманы басасыз. Осы жерде гранттар не үшін беріледі деген осындай бет ашылады. Осыны мұқият оқып танысып алыңыздар. Осының төменгі жағында міне гранттар кестесі, тұрақты немесе уақытша тіркелген тұрғылықты жерін таңдаңыз деп көрсетілген. Қазақстан бойынша бірінші лекте 2577 грант бөлінген. Грантқа өтініштерді қабылдау 20 ақпаннан 3 наурызға дейін жалғасады. Бірінші лек, екінші лекте 2697 грант, яғни Қазақстан бойынша ол 15 мамырдан 26 мамырға аралығында болады. Сондай-ақ үшінші лек бізде 1973 грант бөлінген, яғни бұл бізде 10 шілдеден 21 шілде аралығында болады. Және соңғы лек бізде 4 қыркүйектен 15 қыркүйек аралығында болады. Байқап отырсаңыздар, осы жерде гранттың беру тәсілі, яғни соңына қарай гранттардың саны төмендей береді. Мынау екінші лекте ғана кішкене жоғары, бірінші лекке қарағанда. Сондықтан да мен сіздерге айтатын ұсынысым, бірінші лекте, екінші лекте тапсыруға тырысыңыздар. Егер сізде бірінші лектен өтпей қалсаңыз, екінші лекке өтініш беруге мүмкіндігіңіз болады. Сондықтан да соңғы лектерді күтудің қажеті жоқ. Мүмкіндігінше бірінші лектерге өтініш берулеріңіз қажет. Енді мен осы жерде Қазақстан деген төменгі жағында Астана қаласын таңдайын. Астана қаласында міне 33 грант бөлінген, барлығында 33 грант. Алматы қаласында қанша грант бөлінгенін көрсетейін. 94 гранттан бөлінген екен 4 лектеде. Сондай-ақ бізде Шымкент қаласында 112 гранттан бөлінген. Енді осы жерде облыстар бойынша қарайтын болсақ, мысалы үшін Абай облысында 67 грант бөлінген. Мынаны түсініп алыңыз, осы 67 грант Абай облысы бойынша қанша аудан бар, яғни район, соларға жеке-жеке бөлінеді. Мысалы үшін Аягөз ауданы деген біреуін таңдап көрсетейін. Аягөз ауданының өзінде 5 гранттан ғана бөлінген. 6-5 гранттан бөлінген. Сондай-ақ Алматы облысы бойынша қарайын, 162 грант бөлінген, одан кейін 67, 22, 8 дейді. Осы жерде аудан кез келген біреуін таңдап көрейін. Іле ауданында қанша грант? Бірінші лекте ғана гранттар бөлінген.
Жаңа мен айттым, екінші, үшінші лектерді күтіп отырудың қажеті жоқ. Сондықтан да бірінші лекте тапсыру қажет. Мысалы үшін, мынау Алматы облысы Іле ауданында бірінші лекте 35 грант бөлінген. Бұл жерде екінші, үшінші лек деген жоқ. Яғни бір-ақ рет өтеді осы грант. Мысалы үшін, Балқаш ауданын қарайық. Міне Балқаш ауданында 3 грант. Әрқайсында 5-5-ден 3 рет өткізеді. Еңбекші Қазақ ауданы дәл осылай бірінші лекте ғана 40 грант бөлінген, үшінші, төртінші лек деген жоқ. Сондықтан да бірінші лекке ұмтылыңыздар. Енді мен Атырау облысын көрсетейін. Атырау облысында міне 84, 91, 51, 42 грант бөлінген. Ал аудандар бойынша қарайық. Мысалы үшін Қызылқоға ауданы дегенде бірінші, екінші лекте 10 гранттан бөлінген. Құрманғазы ауданында 15-14 лекте қатысады екен. Дәл сол сияқты Атырау облысын көрсеттім. Енді Ақмола облысын көрсетейін. Яғни Ақмола облысында 3 ғана кезең өтеді екен. Оның әрқайсысы аудандарға, мысалы үшін 7 грант Ақкөл ауданына бөлінген екен. Батыс Қазақстанды көрейік ендеше. Батыс Қазақстанда дәл осындай гранттар аудандар бойынша қарайтын болсақ, мысалы үшін Бәйтерек ауданында 3 кезең өтеді екен, яғни бизнес беру бойынша. Орал қаласының өзінде екінші, үшінші, төртінші лектер өтеді екен. Яғни бұл жерде керісінше бірінші лек жоқ. Сондықтан да өзіңіздің тұрақты мекен жайыңыз бойынша осы графиктерді қарап, гранттарды көрсеңіздер болады. Қызылорда облысында, мысалы үшін Қызылордада, Байқоңырда бізде 35 гранттан бөлінген екен барлығына. Жаңақорған, мысалы үшін 37 гранттан бөлінген екен. Шиелі ауданында 37 гранттан, Қызылорданың өзінде 95 гранттан бөлінген екен. Сондай-ақ тағы қандай бізде солтүстік Қазақстан облысын қарайық. 79, 91, 63, 41, ал аудандар бойынша, мысалы үшін Қызылжар деген ауданды қарайық. Қызылжар ауданында 5, 4, 7, 6 грант. Сондай-ақ Түркістан облысын қарайық. Түркістан облысында ең көп грант бөлінген қалалардың біріне жатады. Осы жерде именно Сарыағашта қанша грант бөлінген? 4 лекте өтеді, 27, 67, 28, 28 гранттан бөлінген екен. Қазығұрт ауданын қарайын ендеше. Қазығұрт ауданында 25, 25, 20, 20 гранттан бөлінген. Ұлытау облысы дәл осылай. Жезқазғанның өзінде 7 гранттан бөлінген. Сәтпаев қаласында бірінші, екінші лектер көрсетілген. Осылай өздеріңіздің жаңағыдай қалаларыңызда, тұрғылықты мекен жайларыңызда, аудандарыңызда осы жерден теру арқылы аралықта грант өтеді. Жаңа көрсеттім, мысалы үшін бірінші, екінші лек болады. 3 пен 4-ті күтіп отыратын адамдар болса, ондай грант бөлінбеген екен. Бизнес еңбек KZ сайтына кіріп, өздеріңіздің жаңағыдай аудандарыңызда, қалаларыңызда қанша грант бөлінген, яғни ұту мүмкіндігіңіз қаншалықты екендігін міндетті түрде тексеріп алыңыздар. Мен сіздерге айтамын, Іскер Азамат YouTube каналында менің каналыма көп адамдар тіркелмей қарайды. Міндетті түрде егер сізге видео пайдалы болған болса, менің каналыма тіркеліп, қоңырау батырмасын басып қойыңыз. Алдағы уақытта жақсы видеоларды сіздермен бөлісіп отыратын боламын, және сіз ең алғашқылардың бірі болып боласыздар. Көмектесе аламын. Осы жерде WhatsApp номерім көрсетілген. Қайтарымсыз 1.380.000 теңге бойынша біз сопровождение жасаймыз, яғни қолжетімді бағада өзіміздің қызметтерімізді ұсынамыз. Егер сізге осы қызметтер қажет болса, мынау жерде YouTube каналымыздың жоғары жағында WhatsApp көрсетілген, және біздің әлеуметтік желілер, міндетті түрде тіркеліп алсаңыздар болады. Назарларыңызға рахмет. Каналдағы видеода ұнаса, сізге міндетті түрде лайк басыңыз, комментарий қалдырыңыз, түсінбеген сұрақтарыңыз бойынша. Біз сіздерге қолдан келгенше сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз.